Қарапайым отбасы тыныш және бақытты өмірін сүріп жатты. Бұл балалары тәрбиелі, ата-анасы мейірімді, жайлылық пен тыныштық орнаған отбасы болатын. Мұндай отбасы өз бақытын бақытсыздыққа ұшыраған адаммен бөлісуге дайын. Бірақ кейбір адамдар мұндай қарым-қатынасқа лайық емес. Жақсылыққа жақсылық жасай алмайтын, немесе оны қабылдауға дайын емес, іші тар адамдар да кездеседі. Бұндай жағдай жетім балаға бақыт сыйлауды шешкен Магуат отбасымен де болды. Өкінішке орай, бұл отбасының жасаған жақсылығы олардың өмірінің күл-талқанын шығарды. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Қазақ тілді арнаға қолдау білдіріп, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Филиппиннің Катабата провинциясы Барангай қаласында Магуат отбасы тұрды. Отбасының әкесі Крис Магуат орта мектепте мұғалім болып жұмыс істеді, ал анасы мектеп директоры болды. Ерлі-зайыптылардың 2 баласы болды. Үлкен қызы 18 жасар Гвен және ұлы 16 жасар Луис. Отбасы өте тату болды. Олар бірге уақыт өткізгенді ұнататын. Гвен мен Луис мектепте жақсы оқыды және жанашыр, мейірімді балалар болды. Олардың достары олардан әрқашан көмек сұрауға болатынын, олар ешқашан көмектесуден және қолдаудан бас тартпайтын болғанын айтып бөлісті. Луис адвокат болғысы келді, ал Гвен медициналық университетте оқыды. Ол оқуға пандемия оқиғаларынан кейін түсуді шешті, өйткені Гвен адамдарды құтқарып көмектескісі келді. Гвен өте әдемі болды және аймақтық сұлулық байқауында 1-ші орынға ие болған болатын. Сондай-ақ ерлі-зайыптылардың тағы бір қызы болды. Ол 17 жасар Дженнис. Қызды болған оқиғадан 6 ай бұрын отбасы асырап алған болатын. Дженнисті ресми түрде асырап алған жоқ. Қыздың өткені туралы нақты ақпарат болмады. Алдымен қызды Магуат отбасының алыс туыстары асырап алды. Қыз ол үйде тұрып, үй шаруашылығына көмектесті. Гвен мен Луис оны өз сіңілдеріндей көрді. Гвен Дженниске жылулықпен қарады. Олар жиі бірге видеолар түсірді. Қыз Дженнисті туған сіңлісіндей көрді. Кейін келе Гвен ата-анасын Дженнис пен оны отбасына апару арқылы таныстырып, оны өз үйлерінде қалдыруға көндірді. Гвен ауыр тағдыры мен қиын балалық шағы бар қыздың жақсы білім алуға және қамқорлықпен өмір сүруге мүмкіндігі болғанын қалады. Магуат отбасы аса ауқатты болмады және қарапайым өмір сүрді. Бірақ соған қарамастан, олар қазірдің өзінде ересек қыз болған Дженниске үйінен және жүрегінен орын тапты. Отбасы кез келген жаста туыстарының қамқорлығы мен жылуынсыз қиын екенін түсінді. Луис Дженниске өзін жайлы сезіну үшін бөлмесін босатып берді, ал өзі қонақ бөлмедегі диванға көшті. Балалар тату болды, жиі бірлескен видеолар жазып бірге уақыт өткізді. Бірақ белгілі болғандай, бәрі Дженнис тарапынан шын жүректен болған жоқ. 2021 жылдың 10 желтоқсанында отбасының ата-анасы жұмыста болды. 3 жасөспірім үйде жалғыз қалды. Күндізгі сағат 3-те Крис Магуат асырап алған қызынан біртүрлі хабарлама алды. Әке, маған көмектес. Үйде бізге бір адамдар шабуыл жасады. Мен жасырынып қалдым деп хат жолдады. Қыздың бұл әрекеті өте күдікті, өйткені ол полицияға қоңырау шалмады. Дереу ата-анасына SMS жазуды шешті. Ол анасына да дәл осындай хабарлама жазды, бірақ ол жұмыс істеп жатқандықтан оны көрмеді.
Мистер Магуайт үйіне асықты. Жолда ол балаларға қоңырау шалды, бірақ олардың телефондары өшірулі болды. Үйге келгеннен кейін дабыл қаққан әке алдыңғы есікті ашуға тырысты. Бірақ ол ашыла қоймады. Ішінде ауыр нәрсе бар сияқты болды. Ер адам артқы аулаға екінші есікке барды. Есікте құлыптаулы болса да, ер адам оны бұзып кірді. Мазасыздықпен ол үйге жүгіріп кіріп, бір сәтте қорқынышты суретті көрді. Оны әр ата-ананың ең қатты қорқынышы едендегі теңіздей аққан қанмен балаларының өлі денесі күтіп тұрды. Гвен арқасымен жатты. Оның бетіне жамылғы лақтырылған Луистің денесі есік алдында жатты. Кісі өлтіру қаруы, бейсбол битасы, балға және пышақ болды. Барлық жерде сынған әйнектің сынықтары болды. Әкесінің қандай азап шеккенін елестету қиын. Шарасыздықтан ер адам екінші қызын шақырды. Ол енді оның аман қалғанына үміттенбегенде еді. Бірақ қыз әкесіне жауап берді. Әкесі қызының бөлмесіне барды. Ол өз бөлмесінде болған кезде Магуат мырза Дженнистің шашы дымқыл екенін байқады. Қыз жаңа ғана душта болғанын айтты. Бірақ әкесі шоқ күйінде болды және оған онша мән бермеді. Қызы жалғыз тірі қалды және жалғыз куәгер болды. Полиция жауап алу кезінде Дженнис медициналық бетперде киген 3 адам үйге кіріп, олар Луис пен Гвенді өлтірген. Ал Дженнис өз бөлмесінде тығылып үлгергенін айтады. Сондықтан оған ешкім тиіспеген. Тағы бірде қыз Фейсбукте хабарлама жазу арқылы көмекке шақыруға тырысқанын айтты. Барлығына қарамастан көпшілік Дженнистің әңгімелеріне сенді. Жас қыздың мұндай нәрсеге қабілетті болуы мүмкін екенін елестету қиын болды. Полиция 3 адамды іздеуге жариялады және іс туралы кез келген ақпарат үшін сыйақы тағайындады. Қылмыстың ауыр болғаны соншалық, ол жергілікті жаңалықтарда сенсацияға айналды. Әуесқой үй детективтері оқиғаға назар аудара бастады және Дженнистің оқиғасы оларға біртүрлі болып көрінді. Бұл істі талқылау үшін әлеуметтік желілерде форумдар құра бастады. Магуат отбасының асырап алған қызы басты күдікті болды. Көп ұзамай полицияда осындай қорытындыға келді. Сарапшы криминологтар кісі өлтіру сипаты эмоционалды екенін анықтады. Үйде болған қарақшылар әдетте адамдарды, әсіресе балалар мен жасөспірімдерді өлтірмейді. Қарақшылардың басты мақсаты басқалардың мүлкі мен ақшасын алу. Бірақ Магуаттың үйінде Луис пен Гвеннің телефондарынан басқа ештеңе ұрланған жоқ. Бұндай қатыгездік қылмыскердің басқа ниеті болғанын көрсетеді. Сондай-ақ олар кісі өлтіру қарулары үйден алынғанын анықтады. Дженнистің оқиғасы бөліктерге бөліне бастады. Балға Магуат мырзаға тиесілі болды. Оқиға болғанға дейін ер адам өз қолымен сөре жасап, содан кейін қыздарын қонақтары келгендіктен құралдарды орнына апаруды өтінді. Аспаптардың қай жерде екен тек Гвен мен Дженнис қана білді. Бейсболдық бита Луистің бөлмесінен алынды, яғни қазір Дженнис тұрып жатқан бөлмеден. Ал пышақ ас үйде болды. Егер кісі өлтіруші бұл барлық құралдарды іздейтін болса, бұны іздеуге біраз уақыты кетіп қалар еді. Енді Дженнистің жазбаларына тағы бір назар аударайық. Әдетте қауіп төнгенде адамдар жазған жазбалар тыныс белгілерінсіз және кейде бос орындарсыз жазылады. Қателіктер жіберілуі мүмкін және ешқандай смайликтер болмайды. Адам максималды қысқа хабарлама жазуға тырысады.
Ал Дженнистің Фейсбукке жүктеген хатын көретін болса, ол мұнда мүлде қатесіз және тыныс белгілері мен смайликтерді қолданғанын көруімізге болады. Өлім қаупі төнген және ағасы мен әпкесінің өлтірілгенін естіген адам осылай жаза алады деп ойлайсыздар ма? Және кісі өлтіру күні бірінші рет Дженнис Магуат мырза мен ханымды әке, ана деп атаған. Сарапшылардың пікірінше, бұл оның өзіне жалғыз бала сияқты сезінуіне байланысты болды дейді. Қылмыстан бірнеше күн өткеннен кейін Дженнис өзінің жазбасын жойып, әлеуметтік желілерде атын өзгертті. Кейінірек ол жақында бәрі біздікі болады деп, тағы да бір оғаш жазба қалдырды. Дженнистің жігіті болған болатын. Жас жігіт полицияға бірде қызуған, қазір тұрып жатқан отбасы оған онша ұнамайтынын айтқан екен. Себебін сұрағанда, өйткені олар тым кедей екендігін айтқан. Өлтіруден бір апта бұрын Магуат ханымның әмиянынан $200 ұрланды. Ақша Дженнистің сөмкесінен табылды, бірақ Гвен тағы да Дженнисті жақтап шықты, ал ата-анасы оны кешірді. Оның бұрын қандай қиын өмір сүргеніне түсіністікпен қарады. Мектептегі достары Дженнис туралы оның 200-ді екендігін айтты. Айтулары бойынша ол біреудің бетіне күлімсіреп, өзін сүйкімді етіп көрсетіп, артынан жағымсыз сөздер айтады екен. Полиция тергей келе, Дженнис Гвен мен Луисті өлтірген мойындады, және бейсболдық битадағы қанды іздер Дженнистің іздері болып шықты. Және Дженнистің қылмысты жалғыз өзі істемеген анықталды. Ол жақын жерде шіркеуде қызмет еткен Карлы есімді 17 жасар баламен бірге болған. Олардың өзара хаттарын тексеру арқылы олар кісі өлтіруді алдын ала жоспарлағаны белгілі болды. Неліктен Гвен мен Луисті өлтірді деген сұраққа Дженнис оны қызғаныш пен көре алмаушылық итермелегенін айтты. 2022 жылдың 20 мамырында облыстық судья Дженнис пен оның сыбайласын 32 жылға соттады. 18 жылдан кейін Дженнис удомен шыға алады. Қатыгез өлтірушіге қанша жыл берілсе де, бұл бақытсыз ата-аналарды жұбатпайды. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Комментарийда өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.